Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналымның өсіп өркендеуіне ат салысып жатқан барлық жандарға алғысымды білдіремін. Сіздерге Алла разы болсын. Так, бүгін міне мені мына жерде қаншама жұмыс тосып тұр. Бұл жерде қазылардың бәрі тұздалған, әбден тұзы сіңіп, әдемі болып тұр міне. Тұзда тұрғанына 3 күн уақыт өтті. Енді мен осыларды шекке айналдырып, далаға шығарып жайып қоюым керек. Жерге шамалы кептіріп алу қажет. Бұлар міне қысқы соғымнан осы мезгілге шыққан қазылар. Ал ендеше іске сәт болсын, бастайын. Енді міне шекке айналдыруды бастайын. Егерде шек жуан болса, түкте қиындығы жоқ. Осылай сүйегімен бірге сала береміз. Мынау арасындағы шемір шегін алып тастау керек. Міне шемір шегін алып тастадым. Себебі оны алмаса қазыны ашытып жіберуі мүмкін. Так. Мен осылай сүйегімен бірге саламын. Сүйегін алып тастап та жасауға болады. Бірақ мен бүгін осы сүйегімен салғым келіп тұр. Қазының екі шетін бір-біріне қосып, зубочисткамен түйреп, кейін үстінен байлаймын. Бұл әдіс қазыларды ілген кезде өте ыңғайлы, себебі байлаған жіп шектен шығып кетпейді. Дәл осылай барлық қазыларды байлап шығамын. Әдетте жақсылап тұздалып, шекке айналдырылған қазының дәмі өте ерекше дәмді болып келеді. Және де қазыларды айналдыратын шектің өзі де тұздалған болуы керек. Мінекей, бір қасы дайын. Так, әрі қарай салайық. Мынау қазының шетіндегі шемір шекті кесіп алып тастаймын. Екінші қазы дайын. Енді осы екі қазыны бірін-біріне байлаған дұрыс болады. Мінекей. Осылай қос қазығып іліп қоямын. Тағы да айтып өтейін. Қазы жазда жақсы сақталу үшін шемір шегін алып тастаған дұрыс. Қабырғаның шетінде тұратын сүйек, жұмсақ сүйек, шемір шек деп аталады. Міне мен соны кесіп алып тастаймын.
піскен кезде шек отыратынын бәріміз білеміз. Сондықтан қазы жарылып кетпеу үшін шегін шамалы артықтау алуымыз керек. Мінекей, екі қазыны бірге қосып, қос қазы қылып байлап қойдым. Енді мына жерде шеткі қазы қалды. Телшік дейді бұны. Қазір осыны да шекке саламын. Ол үшін бұның сүйегін алып тастаймын. Қазір осы телшіктен екі қазы шығарамын. Мінекей, екіге бөліп алдым. Енді осыларды шекке айналдырамын қазір. Қазылардың бәрін шекке айналдырып болдым. Енді дәл осы қалпында ет тұратын сарайға апарып, қос-қостап іліп қоямын. Бұл қазылар сол жерде шамалы кепкеннен кейін қайыңның түтінімен ысталады. Сөйтіп, сүр қазы болып шыға келеді. Сүр қазыны холодильникке салмай-ақ, қоңыр салқын бөлмеде жаз бойы сақтауға болады. Ұзақ сақталған қазының дәмі де ерекшелене түседі. Мінекей достар, сіздермен қоштасатын уақыт та келіп жетті. Осы каналымда келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Дәл осылай қазы айналдырып, ет ұстап, дастарханымызды майлы асқа толтыра берейік. Әр қазақтың дастарханы майлы, көңілі жайлы, асы дәмді болсын.